Сәлем достар, бүгін сіздермен тауық етін маринадтаудың өте дәмді әрі өте қарапайым жолымен бөліскім келіп тұр. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен картоптарымызды аршып, жуып, тазалап, бөліктерге бөлеміз. Мен долька етіп бөлдім. Қалаған формада бөле берсеңіздер болады. Тауық етін маринадтау үшін ең алдымен сарымсақтарымызды үккіштен өткізіп аламыз. Одан соң 5 ас қасық майонез саламыз. Мен қоспаларға 2 ас қасық паприка, 1 ас қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрыш салдым. Паприканы дәміне қарай көбірек қоссаңыздар болады. Енді тауық еті мен картопты бірге араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ең кемі жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Маринадтап болған соң духовкамыздың формасына тауық қанаттары мен картоптарымызды саламыз. «200 градус қызып тұрған пешімізге 1 сағатқа саламыз. Асымыз дайын болды. Тағамның жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер.